Ауылда тезек терген қыздың уақиғасы. Балапан есімді қыз кішкентай кезінен-ақ еңбекқорлығымен ерекшеленетін. Ол әжесімен бірге ауылда тұратын. Әкесі мен анасы қалада жұмыс істеп, анда-санда ғана келіп тұратын. Сондықтан балапан әжесіне қолғанат болуға тырысатын. Күзгі күндердің бірі еді. Ауыл маңындағы кең жазық далада мал өрістен қайтқан соң үлкендер тезек теруге кірісті. Балапан да қолына себетін алып, анадай жерде қалған тезектерді жинай бастады. Оның кішкентай қолдары тезекке батып, кейде қолғабын шешіп тезекті қолмен-ақ ала салатын. Бір кезде ол жерден ерекше пішінді бір тезекті тауып алды. Оны қолына алып қараған кезде, оның астында кішкентай жылтырап тұрған бір нәрсе бар екенін байқады. Тезекті ары қойып жерді қазып көрсе, астынан ескі күміс жүзік шықты. Жүзіктің бетінде арабша жазулар бар екен. Балапан оны әжесіне алып барып көрсеткенде, әжесі жүзікті көріп таңданып, «Қызым, бұл біздің әулеттің көне жүзігі. Менің анам осы жүзік туралы айтып отыратын. Ол бір кездері жоғалып кеткен еді. Сен мұны қайдан таптың?» деді. Балапан болған жағдайды айтып берді. Әжесі көзіне жас алып, «Балапаным, сен тек еңбекқор ғана емес, бақтың да бар қыз екенсің. Бұл жүзік біздің әулетімізге аманат болып келген. Оны сақтап, болашақ ұрпағыңа тапсырарсың» деп немересін маңдайынан сүйді. Осы күннен бастап балапан үшін тезек теру жай ғана жұмыс емес, ерекше мағынаға ие болды. Ол өмірде кез келген қарапайым істің өзінде үлкен жақсылық пен береке болуы мүмкін екенін түсінді. Балапан әжесінен жүзіктің тарихын сұрағысы келіп, түнге дейін шыдамсызданып жүрді. Ақыры шай ішіп болған соң ол әжесінің жанына жайғасты. «Әже, бұл жүзік туралы не білесіз? Ол қалай жоғалды?» деп сұрады. Әжесі бір сәт үнсіз отырып, өткенді еске түсіргенде терең ойға батты. «Бұл жүзікті біздің әулетімізде ұрпақтан ұрпаққа беріп отырған. Ол Алланың берекесі мен қорғауын білдіреді. Менің анам бұл жүзікті кішкентай кезімде маған көрсетіп, кімде-кім осы жүзікті жоғалтпай сақтаса, оның өмірінде береке болады» деп айтқан еді. Бірақ соғыстан кейінгі жылдары бұл жүзік жоғалып кетті. Әкем оны бір күні жерге көміп, кейін қайта қазып аламыз деген еді. Бірақ содан кейін оны ешкім таба алмады. Балапан таң қалып, «Сонда мен осы жүзікті тауып, біздің әулеттің аманатын қайтарып бердім бе?» деді. «Иә қызым, сен тек еңбекқор ғана емес, тағдыры ерекше жан екенсің. Бұл жүзік тек саған бұйырып тұрғандай», деді әжесі немересінің басынан сипап. Осы күннен бастап балапан жүзікті мойнына тағып алды. Ол оны тек әжесінің аманаты ғана емес, өз тағдырының да бір белгісі деп түсінді. Бірнеше күн өткен соң ауылда ерекше жаңалық тарады. Мал иелері балапанның еңбек сүйгіштігін, тазалығын байқап, оған өздерінің ең жақсы тайын сыйға тартпақ болды. Балапан бұл сыйды қуана қабылдап, әжесімен бірге оны мәпелеп өсіре бастады. Бұл уақиғадан кейін балапан ауылдағылар үшін өзгеше құрметке ие болды. Оның еңбекқорлығы мен адалдығы ауылда аңызға айналды. Ал жүзік оның өміріндегі алғашқы үлкен тағдырлық белгі болып қалды. Балапанның өмірі ауылда өзгеше бағыт алды. Тайын бірге күтіп баптап, оның алғашқы сүтін сауып, әжесімен бірге оны бағып өсіріп жүргенде, оның бойында үлкен өзгерістер болды. Ол өз күш-жігерін, еңбекқорлығын тереңірек түсіне бастады. Бір күні ауылға жаңадан бір саудагер келді. Ол қалаға бара жатқан жолда бұрылыстар мен кедергілерді жеңіп, ауылға табан тіреді. Саудагер ауылдың әрбір тұрғынымен танысып, олардың тіршілігіне қызығушылықпен қарады. Әсіресе балапанның еңбекқорлығына ерекше назар аударды. «Қызым, сенің еңбегің мен адалдығың ауылдағы көп адамның жүрегінде жақсы әсер қалдырып жатыр. Сенің болашағыңды байқадым» деді саудагер бір күні. Балапан оның сөздерінен таң қалып, оған былай деп жауап берді. «Мен тек өзімнің ісімді дұрыс орындап жүрмін. Әжемнің аманатын сақтап, оны өміріме мән беріп қолдануға тырысамын». Саудагер таң қалған күйде, «Сен нағыз батыр қызсың. Мен саған
бір ұсынысым бар. Менің саудамда сәттілік пен береке әкелетін бір нәрсе бар. Егер сен маған көмектессең, мен саған үлкен мүмкіндік ұсынамын деп сөзін жалғастырды. Балапан саудагердің ұсынысына қызықты, бірақ ол әжесінің кеңесін алдымен тыңдауды жөн санады. Кешкі шай үстінде әжесіне: «Әже, мен бір адаммен таныстым. Ол мені өз істеріне көмектесуге шақырды. Бірақ менің жүрегімде күмән бар. Ол адам шынайы ниетте ме?» деп сұрады. Әжесі бір сәт ойланып күлімсіреп: «Қызым, сенің жүрегің мен ақылың әрқашан саған жол көрсетеді. Егер сенің ішкі дауысың бұл істі дұрыс деп санаса, онда бастауға болады. Бірақ ешқашан өзіңнің негізгі құндылықтарыңнан, адалдығыңнан айырылма. Егер сен осы жолда адал бола білсең, Алланың қолдауы әрқашан сенің жаныңда болады». Әжесінің кеңесі балапанның жүрегіне орнығып қалды. Ол саудагердің ұсынысын қабылдап, оның ісіне кірісуге шешім қабылдады. Бірақ тек өз адалдығын сақтап, ешқандай қулыққа бармай, тек шынайы еңбек етуге бел буды. Айлар өтті. Балапан саудада өзінің адалдығы мен еңбекқорлығын көрсетіп, шын мәнінде үлкен жетістіктерге жетті. Ол үлкен нарыққа шығып, көптеген адамдарға өз өнімдерін ұсынды. Оның еңбегі мен адалдығы қала мен ауыл арасында кеңінен танылды. Ал жүзік, ол әлі де балапанның мойнында болды. Бірақ ол тек символ емес, оның өміріндегі шынайы құндылықтардың белгісі болды. Балапан өз жолында ешқашан жалғыз болмады. Оның жүрегінде әжесінің ақылы, жүзіктің берекесі және оның еңбегінің нәтижесі әрқашан бірге жүрді. Балапанның іскерлігі мен адалдығы оның ғана емес, бүкіл ауылдың өмірін өзгертуге бастама болды. Ауылдастары оның табысты жолын көріп, өз өмірлерінде де еңбекқорлық пен адалдықтың маңызын түсінді. Әрбір үйде балапанның табандылығы мен ақылдылығына ұқсас ізденістер байқала бастады. Ауыл тұрғындары көбірек жұмыс істей бастады. Жаңа идеялар мен мүмкіндіктер пайда болды. Бір күні таңертең ерте әжесі балапанға былай деді: «Қызым, сенің жолың тек өзіңе ғана емес, ауылымызға да тағдырлы әсер етті. Бірақ сен